Мен Мадинамен 5 жыл жүрдім кездесіп. Содан кейін бірақ үйлендім ғой. По идее, қазір ойланамын да, кезінде вообще сразу ойланбай үйлене салу керек еді. Өйткені 2 жылдан кейін примерно мен түсіндім да, мынау мен кісі, маған енді Құдай жіберген кісі ғой мына кісі деген. Өйткені бір-бірімізге ұқсамаймыз кәдімгідей. Мен минустарым, оның плюстары, оның минустары, мен плюстарым да, короче. Үйде отырады, үйде отырғанда енді өзінің подругалары бар, бірақ халықтың алдында былай сөйлей алмайды. Мен наобороттым да. Мен мысалы ақша жинай алмаймын. Ақшаны құртамын мен, короче. Ол наоборот, короче. И бізде былай да минус пен плюс. Сосын мен үйленген кезде батяма айтқам ғой, папа, болды, короче, үйленемін мен дедім. Сен ойландың ба кішкене? Ар жақта көріп отырмын, халық танып отыр деп, ертең өкінбейсің ба деді. Мен айттым, не үшін өкінемін? Мен қыздар қарап отыр ғой, әне қарашы деп. Жоқ, папа, жақсы көремін, өлем, болды, короче. Все. И брат, 1,5 жыл өтті. Үйленгеніме әлі бір күнде болмады мен өйтіп өкініп жүргеніме. Өйткені, натуре просто родной болып кеткен ғой. Родной да, сен үйге асығасың прям. Үйге асығасың, мысалы, ол сені тыңдай алады, қасындағы жүрген. Оған қызық, оның әңгімесі саған қызық, короче. Ондай кісіні тапқан үшін де Аллаға шүкір деймін мен негізі. Өйткені білмеймін енді, бірде бір қызбен өйтіп маған қызық болмаған кезінде.